Сәлем достар. Алдыңғы жолы пістенің пайдалы қасиеттері жайлы айтқан болсақ, бұл жолы пістенің кері әсерлері жайлы айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнаға тіркел, лайк бас, комментарий қалдыр. Ал кет. Кез келген өнімнің пайдалы жағымен қатар зиянды жағы болады. Мысалы, пістені асқазан жарасы, энтероколит, өт жолы ауыратын подагра сынды сырқаты бар адамдар үшін тұтынуға болмайды. Күнбағыстың зияны бұл өсімдікке топырақ, ауа мен судан сіңетін кадмийдің жоғарылығы. Кадмий дегеніміз адам ағзасына кері әсер ететін элемент. Бүйрек ауруларын туындатады. Тіске зияны. Егер пістен жиі шағатын болсаңыз, тістің эмалінің бұзылады. Және де соқыр ішек. Пістені күнделікті тұтыну соқыр ішекке алып келеді. Пістені қабығымен бірге жегенде ғана ол асқазан мен ішек жолдарын ластап, нәтижесінде адам соқыр ішекпен ауыруы мүмкін. Медицина тұрғысынан пістеге деген тәуелділік деген диагноз жоқ, тіркелмеген. Сонымен не істеу керек? Пісте шағу керек пе, шақпау керек пе? Құрамындағы дәрумендер мен аминокислот, макро және микроэлементтердің байлығын есепке алсақ, ол ағзаға өте пайдалы. Бірақ құрамындағы кадмийді ескере отырып, оны көп мөлшерде тұтынбаңыз. Күніне 100 грамм артық шақпаңыз. Дұрысы қуырылған емес, шикі пісте ағзаға өте пайдалы. Қуырылған кезде пайдасы мүлдем болмайды. Есіңізде сақтаңыз.